Инвестицияның ең оңай түрін білесіздер ме? Ол бәріміз білетін депозит. Депозит дегеніміз ақшамызды жинақтауға және арттыруға арналған қаржылық құрал. Бүгінгі видеода депозиттің қандай түрлері бар екенін сіздермен бөлісетін боламыз. Депозит қысқа және ұзақ мерзімді болып бөлінеді. Сіздің мақсатыңызға пайдалы болатын депозиттің түрін таңдау үшін депозиттің айырмашылықтарын білу керек. Біріншісі жинақ. Ішінара ақша алу мүмкіндігінсіз. Егер осы депозит түрінен ақшамызды алғымыз келсе, 30 күн бұрын хабарлама жасау керек. Солай мерзімнен бұрын ақшаны алып алуға болады. Алайда ол кезде сыйақымыз төленбейді, немесе 0,1%-ға дейін ғана төленеді. Бұл депозиттің де екі түрі бар: толықтыру мүмкіндігі мен толықтыру мүмкіндігінсіз. Толықтыру мүмкіндігі бар жинақта жылдық мөлшерлеме пайызы азырақ болады. Депозиттің екінші түрі мерзімді депозит. Бұл депозиттің түрінде ішінара ақшаны алу мүмкіндігі бар. Және бұл депозит түрінің ерекшелігі мобильдік банк қосымшасы арқылы сіз ақшаңызды жартылай немесе толығымен де шығарып аласыз. Алайда бұл кезде сыйақы пайызы төмендейді. Бұл депозитта да толықтыру мүмкіндігі бар, толықтыру мүмкіндігі жоқ болып бөлінеді. Депозиттің үшінші түрі мерзімсіз депозит. Бұл депозиттің ерекшелігі ақшаны толық алу және сыйақы пайызын жоғалтпай толықтыру құқығы бар. Бұл депозиттің түрін талап етілгенге дейінгі депозиттер деп те атайды. Олардың мөлшерлемесі Қазақстан Республикасының ұлттық банк базалық мөлшерлемесінің ең төменгі мөлшерлемесіне ие. Бұл ретте сыйақы мөлшерлемесі инфляцияны өтейді. Егер сіздің қолыңызда үлкен сомалы ақша болса, оны толықтыру құқығынсыз 1 жыл немесе одан да үлкен мерзімге салғаныңыз абзал. Сонда көретін пайдалы мөлшерлеме пайызы жоғарырақ болады. Егер сіздің қолыңызда 500 мың теңге бар делік, 2 жылға депозитке салсақ, қандай пайда көреміз? Соны білгіңіз келеді ме? Жусан банктың тиімді сыйақы пайызы 15-5 құрайтын депозитке салатын болсақ, мынандай пайда көреміз. Ал балаңыздың болашақ оқуына деп ақша жинағыңыз келсе, Жусан банктың ақыл депозиті дәл осы мақсат үшін ашылған. Осылайша депозиттің шарттары қаншалықты қатал болса, көретін тиімді мөлшерлеме пайызы соншалықты жоғары болады. Осы ақпаратты ескере отырып, сіз ақшаңызды қай депозит түріне салар едіңіз? Пікірлеріңізбен бөлісіп кетіңіздер. Ал бүгінге осы. Сіздермен болған Марлен. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау, сәлематта болыңыздар.